Саламатсыздар ма? Металлургия білім бағдарламасының студенттеріне арналған хром қорытпалары және хром қорытпалары өндірісінің теориясы мен технологиясы бойынша дәріс нөмірі 7. Төмен және орта көміртекте феррохром өндірісі. Дәріс беруші Әбдірашит Асылбек Мәрамханұлы. Дәрістің жоспары: орта және төмен көміртекте феррохромның құрамы, селектермиялық әдіспен феррохромды алудың физик-химиялық негіздері, орта және төмен көміртекті феррохром өндірісінің пештік технологиясы, төмен көміртекті феррохромды араластыру әдісімен өндіру технологиясы және орта көміртекті феррохромды конверторлық әдіспен өндіру технологиясы. Төмен көміртекті феррохром ол құрамындағы көміртегі 0,5-тен төмен немесе тең көміртектегі аз мөлшер қорытпа, ол жоғары сапалы, коррозияға төзімді, хром никельді және хромды болаттарды өндіруге кеңінен қолданылады. Мұндай болаттар химия, энергетика, машина жасау салаларында, сондай-ақ жоғары температура мен агрессивті ортада жұмыс істейтін жабдықтарда пайдаланылады. Бұл феррохромның құрамындағы көміртек мөлшері азайған сайын болаттың қасиеті жақсарып, механикалық беріктілігі және коррозияға төзімділігі артылады. Негізгі ілгеруші элемент хром, ал кремний балқыту процесінде тотықстандырғыш ретінде қолданылады. Феррохромның маркаларынан тоқталсақ, химиялық құрамына бұл Фх100, Фх200, Фх400. Бұл жерде 100, 200, 400 дегеніміз құрамындағы көміртек мөлшері 1%, 2% және де 4%-ға дейін. Жоғары көміртекті, төмен көміртекті феррохром бұл көміртегі мөлшері 0,15-тен төмен және де құрамындағы хром мөлшері 65-68% аралығында болады. Бұндай қорытпалар жоғары сапалы, коррозияға төзімді және қышқылды ортада болаттың қасиетін жоғарылатады. Бұл төмен көміртекті феррохромның маркіленуі, бұлар құрамындағы көміртегі мөлшеріне қарай Фх001-ден Фх012, Фх013, Фх014, Фх005, Фх006, Фх10, Фх15, Фх25, Фх50 болып бөлінеді. Ол сәйкесінше бұлар құрамындағы көміртек мөлшері және кремний мөлшері. Және де бұлар екі неге бөлінеді. Ол А және Б бөлігі маркілену. А деген жоғары сапалы, құрамында фосфор мөлшері, ал Б уже фосфор мөлшері жоғары. Орта және төмен көміртекте феррохром өндіру процесі хромның кенінің құрамындағы хром және темір оксидтерін кремниймен тотықстану реакцияларына енгізілген. Бұл келесі реакцияларды көріп тұрмыз. Берілген реакциялар қайтымды болып табылады және толық аяқталуы мүмкін. Сондықтан хромның толық тотықстанын қамтамасыз ету үшін біз кремнийдің мөлшеріне, бейтаптар үшін кальций оксиді енгізіледі. Және енгізу нәтижесінде 2 кальцийді силикат түзілуіне әкеледі. Төмен көміртекте феррохром алу негізгі мақсат ол кремнийдің мөлшері төмен қорытпа алу. Бұл процесс кремний концентрациясы металл ваннасында температурасы және сондай-ақ қожа негізіне айтарлықтай әсер етеді. Қожа негізі 1,6-1,7 болғанда, реакцияның жүруі, металдың қызуы жеткізіліксіз болады. Сондықтан да бұл төмен көміртекте феррохромда оңтайлы негізлік ол 1,8, 2 болғанда анықталады. Негізлік төмен болғанда қандай процесс болады? Бұл реакцияны соңына дейін жүрмейді. Металдағы кремний мөлшері артады, қожада хромның концентрациясы жоғарылайды, металдың температурасы төмендейді. Ал егер 1,8-ден жоғары болатын болса, реакция толық жүреді. Себебі кремний оксиді хроммен байланысып, оның белсенділігін төмендетеді. Бұл жағдайда қожаның балқу температурасы жоғарады, металға түсімі жоғарылайды. Келесі көміртек концентрациясы. Бұл феррохром құрамындағы көміртек мөлшері қорытпаның сапасын анықтайтын негізгі факторлардың бірі. Көміртегі мөлшері төмендеген сайын келесідей факторлар әсер етеді. Ол қожаның негізділігіне, әктің
силикохромны және электрод массасына, пештің электрлік режиміне, көміртек металға негізінен ол жаңағы ненің шикром материалдың көзіне керек ол электродтан және силикохромнан және хром мен әктің құрамындағы карбонаттардан өтеді. Әкті запасын анықтаудың ерекше маңыздылығы ол құрамындағы әкті мөлшері 90%-дан жоғары болу қажет. Балқыту процесі бұл электрлік режимі және көміртектің өту жолдары. Яғни балқыту кезінде бұл электрлік режимі тұрақты сақталғанда электродтың балқыма жанаспайды. Мұнда көміртегі металға өтуі екі негізгі жолмен жүреді. Біріншісі ол доғаны жану әсерінен. Бұл доғаны жану әсері доға жанған кезде көміртек бөлшектерінің ағын үзіліп, олардың бір бөлігі балқыма өтеді. Бұл құбылыс катодтық бүрку деп аталады. Бұл құбылыс әсерінен тоқтың күшін төмендетіп, ал кернеуді жоғары ұстау қажет. Келесі электродтың өздігінен сығу нәтижесінде кей жағдайда электрод ұштары, яғни ұсақ бөлшектері үзіледі, балқымаға түседі. Сондықтан да бұл жаңағыдай балқыту кезінде қиындық тудыртады. Сондықтан да электрлік режимді дұрыс таңдау қажет. Ол яғни жоғары асып кетпеу керек, кернеумен тоқтың мөлшерін тиімді пайдалану бұл төмен көміртекті феррохромда маңызды. Электродтардың көміртегі қож арқылы металға өтуі механизмді жүзеге асады. Бірінші жоғары негізгі қождарды көміртектің әрекеттесуі, жоғары негізді ортада келесі реакциялар бойынша жүреді. Бұл яғни феррохромның түзілуі, екінші қождың негізілімен феррохромның көміртектенуі. Қождың негізлігі артқан сайын карбидтің түзу ықтималдығы да жоғарылады. Металдың көміртектенуі арта түседі. Сондықтан қождың химиялық құрамын өзгерту арқылы феррохромның көміртектенуін реттеуге немесе тежеуге болады. Бұл яғни қождың негізлігі арқылы біз феррохромның құрамындағы көміртегі мөлшерін реттейміз. Келесі пештік технология бойынша. Яғни бұл жерде орта және төмен көміртекті балқыту үшін қуаттылығы 7 мегаватт электр пешінде ең кеңейтілген электр пештері қолданылады. Бұл пештер температура мен реакциялық аймақта бақылау мүмкіндігі бар. Сондықтан өнім сапасы жоғары және құрам тұрақтылығы қамтамасыз етеді. Төмен көміртекті феррохром балқытатын пештерде графиттер электродтар қолданылады, ал орта көміртекті феррохром өндірісінде жентектелетін өздігінен жентекті электродтар қолданады. Бұның артықшылығы үздіксіз балқыту процесінде жүру және электр режимін шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Келесі. Орта және төмен көміртекті феррохром балқыту үрдісі периодты қождамалы силикативті әдіспен жүреді. Бұл әдіс ферросилицияда тотықсандыру ретінде пайдаланып, хром оксидтерін металл күйіне дейін тотықсандыруға негізделген. Балқыту үрдісі негізгі кезеңден тұрады. Бірінші қожды шығарып алуға арналған құрамын тию және балқыту. Бұл жерде пешті алдын ала есептелген шикізат беріледі. Бұл кезде алғашқы қож түзіледі. Қождан пешті шығару ол екінші бөлігі. Бұл кезде пайда болған қождың бір бөлігі шығарылады. Бұл металдың қабатының қалыптасуына жағдай жасайды. Үшінші металды шығаруға арналған шихта құрамын тию және балқыту. Қалдық қождың үстіне жаңа шихта қосылады. Реакциялар жалғасып, силикохромның негізгі массасы түзіледі. Металл мен қожда пештен шығару, балқыту циклі аяқталып, дайын феррохром мен қож бірге шығарылады. Орта және төмен көміртекті феррохром балқыту кезінде әрбір балқыту цикліне пешке келесідей шикізат мөлшері және электроэнергия жұмсалады. Бұлар хром кенінің массасы, әк, ферросиликохром, электроэнергия шығымы, металл шығымы және қож шығымы. Процесс басында бірінші электроэнергиясының берілуі, балқытуға қажетті энергия мөлшері жұмсалғаннан кейін пеш сөндіріліп, дайын балқыма шығарылады. Екінші шикізатты тию әдісі алдымен
электродтардың түбіне силикон хром салынады. Пеш қосылғаннан кейін жүктеме тұрақтанғаннан кейін хром келімімен силикон хром енгізіледі. Бұл жерде тию қауіпсіздігі, яғни шихром материалдан тиген кезде материалдың ағымымен электрод тікелей бағытталған күйіне салынады. Бұл себебі бұл электродтың қызып кетуіне және электрод доғасына әкеледі. Келесі феррохром 006 феррохром 10 арқылы төмен көміртекті феррохромды балқыту шарттары. Ол келесідей технология талаптар қолданады. Бірінші негізгі технология талаптар кептірілген хром кенін пайдалану және жаңа күйдірілген әкті қолдану. Әкті мөлшері 90-93 пгм болу. Екінші 10 маркалы 0,10 маркалы үшін фракциясы 5-10 мм силикон болу тиіс. Оның құрамында кремний 48, ал көміртек 0,003 дейін. Ал келесісі ол 0,06 алу үшін бұл жерде де фракциясы 5-10 болу керек. Құрамындағы силиконның мөлшері 50%-дан жоғары болу керек. Балқыту процесінде кернеу яғни 345-360 болу керек. Қожын негіздігі 1,7-1,8 сақталу керек. Балқыту аяқталған пештегі қож алдымен футировкамен қапталмаған болат төшемішке шығарылады. Ол кезде пештің еңкеу бұрышы біртіндеп ұлғайтады. Сұйық қож ақырын ағызылып шығарады. Пешке түскеннен кейін біртіндеп суып, оның қабырғасында қорғаныш қабат түзіледі. Бұл қабат кейінгі металл балқымасын шығару кезінде футировканың қорғаныш қызмет атқарады. Металл балқымасын шығару алдында шөмішті сұйық қождан толық тазарту қажет, себебі қож металл сапасына әсер етеді. Келесі металл шығару кезінде уақыт 5-10 минут алады. Пештің арнайы қасық арқылы шығарады. Сынаманың кремний мөлшері артады. Егер кремний үлесі төмен болса, бұл металдың дайын екенін ескереді. Осыдан кейін дайын феррохром мен қожмен қапталған болат шөмішке шығарылады. Келесі бұл орта және төмен көміртекті феррохромды құю сәтінен. Дәріс бойынша бақылау сұрақтары бұл. Силикон хромды өндірудің негізгі шарттары және оның талаптары қандай? Бір сатылы, екі сатылы үрдіштің айырмашылығы неде? Тотықсандырғыштың артық мөлшері немесе жетіспеушілігі кезінде пеш қалай өзгереді? Және силикон хромды пештен шығару және құю кезінде қандай температура режим сақталу керек? Феррохром 40-48 қорытпалары техникалық экономикалық көрсеткіштермен салыстырыңыз. Хром және темірдің кремниймен тотықсануын жазу және олардың мағынасын түсіндіріңіз. Қожның негізділігі төмен жоғары болғанда үрдіс қалай әсер етеді? Электродтың көміртегі металлға өту механизмі қандай жолмен іске асады? Орта көміртекте феррохром балқыту пешінде туындайтын қуаттылықтар қандай? Және феррохром 0,6 феррохром 10 балқыту кезінде қандай техникалық шарттар орындалу қажет? Бұл дәріс бойынша қозғалған әдебиеттер тізімі. Дәріс аяқталды. Сау болыңыздар.